Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын өте жұмсақ пирожки дайындайтын боламыз. Пирожкимізді бастаймыз. Қамырымызды илеу үшін жылы су, жылы сүт, сұйық майды құямыз. Одан соң тұзымызды, қантты және ашытқымызды саламыз. Мен пирожкиге бір қасық майонез бен ұнтақ жармасын қостым. Пирожкилеріміз өте жұмсақ, сырты қытырлақ болып шығады. Енді жақсылап араластырыңыздар. Алдын ала еленген ұнымызды бөліп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болу қажет, қолға жабысып тұрады. Енді осының үстіне сұйық май құйып, бетіне жағып, пленкамен жауып, ашытуға қоямыз. Қамырды жылы жерге қойыңыздар. Енді салмасын дайындаймыз, картопты осылай пісіріп аламыз. Одан соң бір пиязды осылай майдалап турап, қызып тұрған майға қызарғанша қуырып аламыз. Піскен картопқа тұз саламыз. Өз қалауларыңызша қара бұрыш пен паприка салыңыздар. Одан соң бір қасықтай сүт құйыңыздар. Қуырып алған пиязымызды үстіне салып, бір келкі болғанша жақсылап талкушкамен езіп шығамыз. Мінекей, менде осындай әдемі масса дайын болды. Мінекей, қамырымызды ашып дайын тұр. Менде шамамен 1 сағаттай болды. Қамырымыздың бетін осылай басып алыңыздар. Қамырдың үстін басып илеп, одан соң бөліктерге бөліп аламыз. Бір бөлігін осылай ұзынша етіп алып, одан соң бәрін бірдей бөліктерге бөліп шығамыз. Беті құрғап қалмас үшін бетіне пленка жауып қойыңыздар. Пирожкимізді жасау үшін осылай қамырымызды қолмен жайып шығамыз. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан оқтаудың қажеті жоқ. Енді салмасын салып, жақсылап бүгіп шығыңыздар. Осылай жақсылап біріктіріңіздер, әйтпесе пирожкилерімізді майға салғанда ашылып кетуі мүмкін. Бәрін түйіп болған соң үстіне пленка жауып, 10-15 минутқа қойыңыздар. Мінекей, майымыз қатты қызып тұр. Енді газдың астын кішкене баяу отқа қойып, пирожкилерді салып, екі жағы қызарғанша пісіріп алыңыздар. Мінекей, біздің пирожкилеріміз дайын болды. Видеода көріп тұрғаныңыздай сырты қытырлақ, жұмсақ болып шықты. Сондықтан міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге осы видео ұнады және пайдалы болғанына сенімдімін.
Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.